Баршаларыңызға сәлем қыз-келіншектер. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ мамықтай пюре дайындайтын боламыз. Сіздерге көру қызықты болсын деп осындай переходпен видео түсірдім. Картопымызды жуып дайындап алатын боламыз. Одан кейін осындай бөлшектерге бөлеміз, піскен кезде ыңғайлы болу үшін. Одан кейін үстіне ыстық қайнаған суымызды құйып, газге пісуге жіберетін боламыз. Газге қойып пісірген кезде астында отын қатты қойып жандыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бізде картопымыз пісті. Переходпен енді суын төктім. Суын барлығын төгіп тастамай кішкене қалдырамыз. Одан кейін жапырақ тәріздес 2 сары майды осылай салып, үстіне сүт пен тұзын салдым. Вилкамен осылай езіп аламыз. Вилканың көмегімен осылай бір қалыпты массаға келгенше езіп алатын боламыз. Арасында езілмен қалған жерлер болса ештеңе етпейді. Біз оны миксердің көмегімен қазір айналдырып алатын боламыз. Сол миксермен айналдырған арқасында бір қалыпты масса шығады. Егер де массаларыңыз қой болып жатқан жағдайда, онда сүтті құйып, бір қалыпты осындай видеодағыдай массаны жасасаңыздар болады. Егер сізге сұйық пюре ұнайтын болса, онда сүтін көбірек құйсаңыздар болады. Ал керісінше қой ұнайтын болса, сүтін азырақ құйып, осындай масса шығарсаңыз болады. Пюре өте жұмсақ, воздушный болып шықты. Маған өте қатты ұнады. Менің балаларым өте сүйіп жейді. Сіздер де жасап балаларыңызға дайындап берсеңіздер, ұнайды деген ойдамын. Рахмет үлкен көргендеріңізге. Келесі видеода қандай тағам түрін күтесіз, соны маған комментария жазсаңыз, міндетті түрде жасап сіздерге бөлісетін боламын. Лайк басып, комментарий жазып, подписаться етсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді.